Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы диссоциациялану дәрежесі, күшті және әлсіз электролиттер. Сабағымыздың негізгі мақсаты күшті және әлсіз электролиттерге мысалдар келтіру және оларды ажырату, диссоциациялану дәрежесін анықтай білу. Бүгінгі күнді қойып, дәптерлерімізді ашып, тақырыпты жазып алайық. Оқушылар, енді сіздерге мынадай сұрақ. Электролиттерді күшті, орта және әлсіз деп жіктеуінің себебі неде деп ойлайсыңыз? Электролиттердің қандай мөлшерде диссоциацияланғанын қандай шама бойынша анықтайды деп ойлайсыңдар? Енді осы сұраққа жауап алу үшін келесі слайдқа назар аударыңыз. Электролиттік диссоциация ол қайтымды процесс екенін білеміз. Сондықтан электролит ерітінділерінде иондармен бірге молекулаларда болады. Әртүрлі электролит иондарға әртүрлі дәрежеде диссоциацияланады. Электролиттің диссоциациялану дәрежесі құрамындағы еріген заттың үлесін көрсетеді. Сондықтан диссоциациялану дәрежесі деген шаманы қолданамыз. Диссоциациялану дәрежесі дегеніміз диссоциацияланған молекулалар санының ерітіндідегі жалпы молекулалар санына қатынасын айтамыз. Мына жерде диссоциацияланған молекулалар саны кішкентай n мен беріліп тұр, ал жалпы молекулалар саны үлкен n мен беріліп тұр. Диссоциацияланудың қаншалықты толық жүретінін диссоциациялану дәрежесі көрсетеді. Оны альфа деген әріппен белгілейміз. Сандық үлеспен немесе пайызбен өрнектеуге болады. Осы диссоциациялану дәрежесінің мәніне қарай электролиттерді 3 топқа бөлуге болады. Әлсіз, күші орташа және күшті электролиттер деп. Әлсіз электролиттер егерде диссоциациялану дәрежесінің мәні 3%-дан кіші болатын болса, ондай электролиттер өте әлсіз электролиттер болады. Оларға жалпы органикалық қышқылдар жатады және минералды қышқылдар жатады және ерімейтін тұздар жатады. Күші орташа электролиттерге 3%-дан жоғары, 30%-дан төмен болса, диссоциациялану дәрежесі, ондай ерітінділер күші орташа электролиттерге жатады. Ал күшті электролиттерге диссоциациялану дәрежесі 30%-дан жоғары болатын болса, ондай электролиттер күшті электролиттерге жатады. Электролит табиғатына, температураға және концентрацияға байланысты болып келеді. Күшті орташа әлсіз электролит екенін өткен сабақта біз электролиттер және бейэлектролиттерді анықтаған кезде қарапайым тоқ көзіне лампыны ерітіндіге батырып, лампының жануы арқылы көрген болатынбыз. Бейэлектролиттерде лампы шамның көзі жанбады, күшті электролиттерде өте жарқырап жанды, ал әлсіз электролиттерде шамның көзі әлсіз жанып тұрғанын байқаған болатынбыз. Енді оқушылар күшті электролит, әлсіз және орташа электролиттерге мысалдар келтірейік. Күшті электролиттерге суда еритін тұздар, сілтілік және сілтілік жер металдарының гидроксидтері, суда еритін, мысалға литий гидроксиді, натрий гидроксиді, кальций гидроксиді, барий гидроксиді. Бірақ суда еритін гидроксидтердің ішінде аммоний гидроксиді күшті электролитке жатпайды, сондықтан оны шатастырмаңыздар. Және минералды қышқылдар, соның ішінде күкірт қышқылы, азот қышқылы, тұз қышқылы, бромсутек қышқылы және йод сутек қышқылы сияқты тағы басқа қышқылдар күшті электролиттерге жатады. Ал күші орташа электролиттерге фосфор қышқылы, күкіртті қышқыл, фтор сутек қышқылы және темірдің 2 валентті гидроксиді күші орташа электролиттерге жатады. Ал әлсіз электролиттерге органикалық қышқылдар, минералды қышқылдар, соның ішінде азотты қышқыл, кремний қышқылы, көмір қышқылы, бор қышқылы
және күкірт, сутек қышқылы және тағы басқа қышқылдар, бұлар әлсіз электролиттерге жатады. Сонымен қатар белсенділігі аз металдардың гидроксидтері, яғни суда ерімейтін гидроксидтер, бұлар әлсіз электролиттерге жатады. Температураны көтерген сайын диссоциациялану дәрежесі артады ерітіндіде, ал концентрацияны көтерген сайын электролиттердің диссоциациялану дәрежесі керісінше кемиді. Енді диссоциациялану ерітіндіде иондар қаншалықты диссоциацияланғанын анықтау үшін сіздерге мынадай есепті мысалға келтірейін. Мысалы, ерітіндіде 200 молекуланың 20 молекуласы иондарға ыдырады десек, жалпы диссоциациялану дәрежесінің мәні қанша деген есеп болатын болса, сол есептің берілгенін жазайық. Мысалы, жалпы молекула саны ерітіндіде 200 болсам, соның 20-сы диссоциацияланды. Немесе иондарға ыдырады текті. Диссоциациялану дәрежесінің мәні қанша? Ол үшін диссоциациялану дәрежесінің формуласын жазамыз. Диссоциацияланған молекулалардың саны 20, жалпы молекулалар саны 200, көбейтеміз 100-ге. Жалпы 10%. Сонда бұл ерітінді бізде орташа электролитке жатады. Яғни диссоциациялану дәрежесінің мәні 3%-дан жоғары, бірақ 30%-дан төмен. Сондықтан оның мәні орташа электролитке жатады екен. Дәптерлерімізге осы мысалды жазып алайық. Және сонымен қатар диссоциациялану дәрежесінің мәні бойынша ерітіндідегі иондардың концентрациясын анықтауға болады. Оқулықтарыңызда осы диссоциациялану дәрежесінің концентрациясын анықтауға иондардың концентрациясын есептер берілген. Осы жаңағы мысалды негізге ала отырып, дәптерлеріңізге келесі сабақта есептер шығаратын боламыз. Енді бүгінгі сабағымыз бойынша нөмір 1 тапсырма: оқулықты пайдаланып немесе алдыңғы кестелерді пайдаланып төмендегі қосылыстарды күшті, әлсіз, орташа электролиттерге жіктеп жазыңыздар. Бұл 1 тапсырма. Келесі 2 тапсырма: А затының 22 молекуласының 1 молекуласы диссоциацияланды. А заты қандай электролитке жатады? Дәлелдеңіз. Жалпы жаңағы біз бірге шығарған есепке ұқсас. Жалпы молекула саны 22-ге тең, диссоциацияланған молекулалардың саны 1-ге тең. Диссоциациялану дәрежесін анықтаймыз. Қандай электролит, орташа ма, әлсіз бә, күшті ма электролит екенін анықтаймыз. Дәптерлеріңізге орындай қойыңыздар. Жақсы, сонымен үйге берілген тапсырма: параграф 4, А деңгейінің 1 есебі, С деңгейінің 3 есебі және жаңағы 2 есепті үйден аяқтаймыз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.